Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге нейрондық желінің негізінде жасалған презентация жасауға арналған платформаны таныстырғым келеді. Ол үшін гамма ай деп жазсақ, осындай гамма ав деген шығады. Тегін қолдануға мүмкіндігі бар. Алдымен біз тегін тіркелу жұмыстарын жүргіземіз. Sign off for free деген басамыз. Және де with Google дегенді таңдаймыз. Өз аккаунтымызды таңдап, мында Great Workpiece деп, содан кейін не үшін қолдану қажет, for school деймін. Мында teacher деп басып, содан кейін мында бізді қайдан таныдыңыз деп тұр. Сол жерге мысалы Instagram деп жаздым. Осы кезде бізге осындай гамма өзінің 3 түрлі мүмкіндігін ұсынады: презентация жасау, документ жасау және веб-пейдж, яғни сайт жасауға. Презентация деген таңдаймыз. Жалпы ағылшын тіліндегі сайт, перевести на русский деп өзгертіп алсаңыздар да болады. Және де мында выберите тему деген жерге мында өзіңіздің темаңызды жазасыз. Қандай да бір мысалы семинарларда тақырып іздеу қажет болса, қажетті тақырыбыңызды мында енгізесіз. Мен мысалы орыс тілінде повышение функциональной грамотности, участие по информатике деп іздедім. Осы сіздің тақырыбыңызды қамтитын, тақырыбыңыздың мазмұнын ашудағы негізгі сұрақтар көрсетіліп тұрады. Егер көңіліңіз толмаса, попробуйте еще раз деп, немесе продолжить дегенді басасыз. Мына жерде продолжить дегенді тағы да басасыз. Осы кезде гамма іздеу жұмыстарын жүргізеді. Презентацияны жасап, оны жүктеп алуға, сонымен қатар оған өңдеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік бар. Міне аздаған минуттардың ішінде осындай тақырыбымызға сәйкес бізде екінші слайдымызды жасау үстінде барлығын осылай бізге дайындап беретін болады. Әрине, бұл жерде қазақ тіліндегі тақырыптарды табу қиыншылық тудыруы мүмкін. Десек те, сіздер орыс тілінде осындай түрлі тақырыптағы материалдарды, дайын презентацияларды тауып алып, кейін оны өңдесеңіздер болады. Өзіміздің қалауымыз бойынша мына жердегі құралдарды пайдалану арқылы өзгертіп алсақ болады. Барлығы дайын болды. Қандай да бір конференцияларда, баяндамалар оқу кезінде, семинарларда, дәрістер кезінде сізге таптырмас мүмкіндік. Енді қалай барлығын өзгерте аламыз? Кәдімгідей мына үстінен басамыз. Бұл кезде мында шаблоны карточек деген бар. Оны қалай қоясыз, мында өзгертсеңіз болады. Және де әрбір тақырыптарыңызды қазақшаға аудару қажет болатын болса, осылай мына жердегі келіп 3 нүктені басқан кезде жоғарыда бізде міне пішімдеуге арналған барлық мүмкіндіктер, функциялар шығады. Осыны алып қазақшаға мынаны переводта отырып аударып алсақ болады. Картинканы да біз басқа да түстерге боясақ болады. Мынаны басып былай орналастыруға болады. Фон дегенге мысалы добавить деп қажетті фонымызды таңдасақ болады. Міне артындағы фоны басқаша болып кетті. Келесі встроить видео деген бар. Ол жерден YouTube видео дегенді видеоның сүйреп алып келдік. Осы значокты басқан кезде редактировать деген болады. Мында сілтемені әкеліп қоясыз. Осы кезде менің YouTube сілтемесі қойылды. X деп басып тастаймын. Мына суреттің үстінен де басып edit десеңіз, удалить изображение деп, немесе өзіңіз загрузка деп басып заменить изображение деп өзіңіз қажетті суретті әкеліп орналастыра аласыз. Делиться дегенді басамыз. PowerPoint форматында немесе экспорт PDF форматында жүктеп ала аламыз. Немесе мында копировать ссылку деген бар. Біз барлығын бірақ қазақ тіліне аударып үлгермедік. Тек қана бірінші бетін ғана аударған болатынбыз. Көріп көрейік. Міне мында бізде слайдымызға видео қойылған. Үстінен басатын болсақ, бірден біздің видеомыз көрсетілетін болады. Біздің әр жасаған презентациямыз өзіміздің кабинетімізде де сақталынып тұрады. Сіздерге сонымен қатар айтайын дегенім, бұл тек қана слайдтарды жасап қана қоймай, мына жерде edit with AI деген бар, яғни искусственный интеллектті пайдалана отырып, мына жердегі параметрлерден басқа көптеген өзгерістер енгізе аламыз осы тақырыбымызға. Ол үшін қазір басып көрейік. Искусственный интеллектті таңдасақ, бұл жерде біздің осы кез келген слайдымызды барып, оларды колонкаларға
бөліп берсе болады. Разделите это на столбцы или сделайте это более кратким десек, мысалы мынаның барлығын біз белгілеп алып, сделайте это более кратким десек, аздаған секундтардың ішінде не істейді, яғни осы слайдымызды қартып, сығып, әдемі етіп орналастырады. Қысқаша вариант. Немесе жоғарыға барып, отформатируйте это как таблицу десек, осы слайдымызды біздің таблицаға айналдырып береді. Добавьте немного смайлов дегенді қосатын болсақ, осы слайдымызға біздің қазір смайлдар қосатын болады. Кішкене азғантай смайликтер қосты. Сонымен бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймын. Кәделеріңізге жарасын.